құрметті студенттер, бүгінгі сабақтың тақырыбы амин қышқылдары жазып аламыз. Бірінші амин қышқылдары дегеніміз не? Амин қышқылдарының түрлері, амин қышқылдарының негізгі функциялары, изомерлері, адам ағзасындағы амин қышқылдары қандай? Осы жоспар бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Амин қышқылдары дегеніміз не? Дәптерге ашып жазып алайық. Жалпы адам денесінде 70-80% су екендігі ол бәрімізге белгілі, иә балалар? Соның бұған дау айту оңай емес. Бірақ сұйықтықта басқа тірі организмнің негізгі компоненті болып табылады. Тағы бір заттар. Яғни судан бөлек организмімізде тағы да бір сұйықтық болады. Ол бізде белоктар. Белоктардың өткен естеріндегі ақуыздар дейді. Соңғысы өз кезегінде амин қышқылдары арқылы қалыптасады. Міне осы мақала оларға арналған. Сондай-ақ олардың денсаулық үшін маңызы керек. Келесі. Енді тақтаға назар аударатын болсаңыздар, амин қышқылдар дегеніміз амин карбондық қышқылдар, молекуласында амин NH2 деген тобы бар. Білесіздер, NH2 деп отқанымыз бізде амин тобы. Және де карбоксил группасы бар. Карбоксил группасы бізде COOH. Түсінікті ма? Болатын органикалық қосылыстар. Яғни оның құрамында міндетті түрде амин тобы болу керек, және де карбоксил тобы болу керек екен. Осыдан алдыңғы сабақта естеріңде болса, біз сендермен аминдерді өткен болатынбыз. Енді оған COH деген қосымша жалғанатын болса, ол амин қышқылдарға айналып кетеді. Міне, мысалы, бірінші өкілі өте оңай, қараңдар. Құрамында H2N, яғни NH2, CH2, COH, яғни 1-2 қосылысы бар, және органикалық қосылыстан тұратын амин сірке қышқылы жазып аламыз. Келесі, амин қышқылдарын радикалындағы сутек аттары амин тобына алмасқан карбон қышқылдарының туындылары ретінде қарастыруға болады. Ол қалай деп түсінесіңдер? Кейбір амин қышқылдардың құрамында 2 амин тобы болады, гидроксил тобы, тиол тобы, 2 карбоксил тобы да болады. Ол дегеніміз құрамында бір ғана емес, 2 амин тобынан тұрады деген сөзіміз. Қараңдар. Қазір тақтаға шешіп көреміз. Негізі амин қышқылдарының тізімі 3 негізгі түрге бөлінеді. Олар айырылмайтын амин қышқылдар. Ол дегеніміз дене жергілікті мөлшерде синтезделе алмайтын амин қышқылдарын айтамыз. Екіншісі ауыстырылатын амин қышқылдар. Бұл ағзаны басқа көздер арқылы өзі синтездеуге болатын амин қышқылдарын атаймыз. Үшіншісі шартты түрде ажырамас амин қышқылдар. Дене оларды өздігінен синтездейді, бірақ олардың қажеттіліктері үшін жеткіліксіз мөлшерде болып келеді. Енді қараңдар, негізгі амин қышқылдар. Негізгі амин қышқылдар, яғни жаңағы бірінші топтағы дене тағамдан немесе қоспалардан ғана алып. Фенилаланин деген амин қышқылымыз бізде сүт өнімдерінде кездеседі, ет, бидай деген сияқты кездеседі. Ал безенде отқанымыз бұршақ, балық, қос, бидай, сүт өнімдері және жер жаңғақта кездеседі екен. Сол сияқты валин деген амин қышқылдары қайда кездеседі екен? Кім айтады? Аминді айта қойшы. Дұрыс. Ал метионин дегеніміз қайда кездеседі екен? Жер-жаңғақ, көкөніс, бұршақ, майсыз ет, ірімшік. Иә. Трип. Аяулым, сен айта қойшы. Жұмыртқаларда сүт өнімдері, құрылым ет, тұқымдар, жұмыртқалар. Лейцин. Сүт өнімдері, ет, сұлы, бидай. Жақсы. Изолейцин дегеніміз кім айтады? Нұрислам айтады. Жақсы. Гистидин деп атқанымыз Ербол. Жақсы. Түсініп алдық па балалар? Енді қараңдар. Осы негізгі амин қышқылдардың функциялары дейді. Біріншісі ол лейцин. Формуласын жазып аламыз. Лейцин немесе балалар тақтаға назар аударатын болсаңыздар, амин қышқылдарының изомерлері көрсетілген. Және олар ең қарапайым оқитын болсаңыздар, изомерлері туралы ақпарат көрсетілген. Яғни амин
қышқылының қарапайым өкілі амин сірке қышқылы NH2, CH2, COOH. Амин қышқылдарының көбіне қалыптасқан тривиалды атауымен, мысалы амин сірке қышқылы глицин деп атауға болады. Яғни амин сірке қышқылы деп айтпай, тривиалды атауын қолдануға болады екен. Түсінікті ма? Енді қараңдар екі неге. Мына жерде не себепті? Екі амин, екі метил пропан қышқылы деп аталған. Біз атау беруіміз үшін біріншіден барлық химиялық қоспаларға атау, органикалық қоспаларға атау беру үшін не істейміз? Номерлейміз, естеріңде болса. Яғни 1, 2, 3 деп нөмірлеп алдық. Сосын екіншіден қандай группа тұр? Амин группасы, NH2. 2, себебі екіншіден NH2 шығып тұр. 2 метил шығып тұр. Не себепті пропан қышқылы деп аталып тұр? Кім айтады? Енді мына жерге қараңдар. 1, 2, 3, 4 қышқылы. 3 амино, яғни үшіншіден амин группасы шығып тұр. Сол үшінде 3 амин қышқылы деп тұр екен. Түсініп алдық па? Если түсінген болсындар, тақтаға бір есеп көрсетейін, соны шығарады. Дәл осы түсінікті болған болса, кітаптарында 58-ші бетінде 3-ші және 4-ші тапсырманы орындаймыз. Дәл осы сияқты орындалады. Кім орындап болды, немесе тақтаға шығаруға болады. Яғни біз N-нің орнына кез келген түсті таңдаймыз. Қара түсті таңдасақ, оған неше H жалғаймын? Қарасыңдар, N-ға екеу дұрыс айтасыңдар, яғни біз N-ға 2 H-ті жалғаймыз. Сосын сендер де дәл осылай жасайтын боласың. Және яғни біздегі NH2 шығып алды, пока что NH2 дайын. Енді келесі. Біз мына жерге С деген элементті таңдауымыз керек. Көміртек. Міне, осы сендерде көрсетілген амин сірке қышқылының формуласы. Амил, 2 метил пропан қышқылын жасадым. Оны түсіндіре кетсек, S Балалар, мен сендерге қазір сергіту сәті ретінде лабораториялық жұмыс көрсететін боламын. Кішігірім бізге ол үшін сірке қышқылы керек, ас содасы керек және сірке керек болады. Жақсы ма? Мен қазір өзім жасап көрсетемін, соңында сендер не болғанын ойлап табуларың керек. Қандай зат бөлінген? Ол үшін мен осы стаканын көрсетемін. Бірінші бізге қажетті мөлшердегі сірке қышқылын құйып алуымыз керек.
men bergan topshirma bo'yicha 6-keste, ya'ni ayvен qishqillarning кейбір өкілдері жаттаңдар дедім, ya. Бізде аяулым жаттап алыпты, тақтаға жазалым. Яғни құрамын, құрылысын және биологиялық рөлін таныстық бүгінгі тақырыпта. Үйге тапсырма осы тақырыпты соңында 4-ші тапсырманы үйде жасап келеміз. Жақсы ма? Біз 1, 2, 3-ті орындадық, 4-ті үйге алыңдар. Ендігі сабақта тексеретін боламын.